Сәлеметсіңдер ме балалар? Әліппе сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Ү дыбысы мен әріпі. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңдар. Комментарийге өздеріңнің орындаған сабақтарың жөнінде сұрақтарыңды жазсаңдар болады. Бүгінгі тақырып Ү дыбысы. Ү дауысты сөз басында және сөз ортасында кездеседі. Ү дыбысы ерінмен айтылады. Балалар, бірден оқулықпен жұмыс жасауға көшелік. Суретте көрсетілгендей етіп, түймемен Ү әріпін жасап көрсет. Және оны түсіріп ал суретке. Жарайсыңдар. Сонымен бірге мына сөздерді менімен бірге қайтала. Сөз қайталау арқылы сөйлеу дағдың жақсарады. Үш, күш, күш. Түн, күн, күз, күз. Үкі, үкі, үкімет. Жарайсыңдар балалар. Оқулықтағы бір кітаптың парағы күнде азайып барады. Не болды ол балалар? Әрине, күнтізбе. Тағы қайталаңдар. Күнтізбе. Жарайсыңдар. Ендеше Ү әріпінің жазылу нұсқасын қарап алыңдар. Және оны дәптерлеріңді ашып, жазып алыңдар. Ү дыбысы үлкен және кішкентай әріптерін көріп тұрсыңдар ма балалар? Жарайсыңдар. Жақсы оқығыларың келсе, тағы да менімен бірге буынға бөліп қайталаңдар. Түлкі, күлкі, шүмек, түпек, күрек, жүрек, дүрбі, үміт. Жарайсыңдар тағы да балалар. Балалар, үй жағдайында тағы да ата-аналарыңа қайталап оқып көрсетіңдер. Мысалы, күрек, жүрек, дүрбі, үміт, шүмек, түпек, күлкі, түлкі. Жарайсыңдар балалар. Балалар, дәптерді ашып, үміт сүт ішті деген сөзді тағы да көшіріп жазып алыңдар. Көркем жазуға тырысыңдар. Жарайсыңдар балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар.